Адамды адам еткен еңбек. Елдің көркейіп күннен күнге таза, әдемі, дара жолмен дамуы күн сайын тырбаңдап маңдай терін төккен миллиондаған қазақстандықтың еңбек адамдарының арқасында. Олар қауіпсіздік үшін, тазалық үшін, саулық әрі тәртіп үшін жауапты. Ал сіз олардың жұмысымен жақынырақ танысқыңыз келетін болар. Ендеше ұлттық арнада жаңа жоба еңбек адамы. Сан саланың тарландарын көрсетеміз. Алғашқы кейіпкерлеріміз тазалық саласының мамандары. Қазір таң сағат 8-ге таяп қалды. Термометр бағамы -20. Дегенмен бұл кісілер бір сәтте болсын жұмысын тоқтатқан емес. Тазалықшылардың жұмысы осылай. Бақылау тексеру пунктінен басталады. Негізі мінекей дәл осылай. Камераға қарайды, кімнің кім екенін анықтайды. Содан кейін өз-ақ кіргізеді. Аппарат, техника, енді мені танымай тұр. Қызметкер емеспін, сондықтан. Аға, ассалаумалейкум. Ашыресіз аға, ассалаумалейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Мен Астана тазалықшыларының жұмысын көруге келіп едім ғой. Қарап отырмын, барлығының арнайы киімі бар екен, ерекшеленбей ақ қояйын. Мүмкіндік болса бар ма маған да бір киім? Дайындақ қойыпсыз ғой өзіңізде. Рахмет, рахмет. Ашыресі? Ашық тұр ма? Бөтен адам кірмейді негізі. Арнайы анау камерадан өткен адамдар ғана кіреді. Одан кейін барып тексеріледі. Киіп алайық қазір. Бақылау өткізу пунктынан өткеннен кейін қызметкерлер диспетчерге келеді. Мұнда медициналық тексеру бар, жол сапар картасын алу бар. Соның барлығын қазір бірге істеп көрейік. Мәссаған. Енді маған бұл жердің құрылымын түсіндіріп беретін адам керек қой. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Ассалаумалейкум. Қайырлы күн, қайырлы күн. Түсіндіріп беріңізші, не істейміз бірінші рет келіп тұрмын. Сағат 7:30-да ұса келеміз, неден өтеміз. Тақ қойын сізге. Айта беріңіз. Проходнойдан өтіп, бірінші очередь. Көмектесші, қақарам. Бірге барайық кет. Диспетчерге келеміз. Бірінші очередьге келеміз, Диспетчерге келеміз. Диспетчерден путевой лист аламыз. Қайда баратыңыз? Жол парағында. Күнделікті задание беріп қояды алдын ала. Азанда путевой лист аламыз. Одан кейін медикке барамыз. Дәрігерге көрінеміз ба? Дәрігерге көрінеміз. Кеттік көрейік. Ағамыз дәрігерден өтіп қойған, енді мен кезегім. Дәрігерден өткенде енді алкогольдік ішімдік ішпегені, психикалық жағдай дұрыс екені анықталады. Содан кейін барып механикке аттанамыз, бірінші дәрігерге кірейік. Саламатсыз ба, қалайсыз, амансыз ба? Тексеріп жүресіз, бірінші рет келіп тұрмын бүгін. Механик қай жағында көрсетшіңізші? Сыртқа шығып. Рахмет. Іске сәт. Астана тазалық мекемесінде үлкенді кішілі 427 бірлік арнайы техника бар екен. Оның басым бөлігі жол тазалау техникалары мінекей дәл осындай. Бақылау тексеру пункті, диспетчер, гараж бәрі бір аумақта. Қазір мінекей осы гаражда механик Райс деген кісі бар, соны іздеп көреміз қазір. Ассалаумалейкум жігіттер. Есіміңіз Райс, мен есім Құдайберген, журналист, сіз? Мен механик по ремонту. Жөндеу, қазір не болып жатыр енді? Осы грейдер бұзылып қалды, соны ауыстырып жатыр жігіттер. Бұйырса кешке дейін дайын болады. Не себепті бұзылады бұлар? Олар күні-түні жұмыс жасайды. Мысалы, 2 сменада день-ночь, 8 сағаттан. Сонда Райс мырза, анау көшедегі, жолдағы, өзіңіз айтқандай, линиядағы кез келген автокөліктің дұрыс жүруі, жұмысын дұрыс атқаруы, және дер кезінде атқаруы сіздердің қолдарыңызда болып тұр ғой сонда, Өте абыройлы жұмыс негізі. Сіздерді көбісі біле бермейді ғой мына жақта. Ұнай ма жұмысыңыз? Ұнайды. Неге ұнайды? Несімен ұнайды? Білмеймін, қалай бала кезінде өзіме жақын. Мысалы, ауылда тұрғанда, онда ол кезде бізде МТМ деген гараж болатын. Сол жақта жүретін атам екеуміз. Бала кезінен қалып қалды сондай. Содан атаңыздан қызығушылық басталды, техника түсіндіңіз, осында келдіңіз. Түсінікті. Таңғы сағат 8-ден 5-ке дейін
сол 427 техниканың барлығы дерлік шығады. Қайтып келеді дағына, оның жүргізушілері ауысады, дәл сол техника қайтып шығады. Ендеше бізде жол бірінші ауысыммен бірге қазір қаланың тазалығына атсалысып келейік, рұқсат болса. Көке, ассалаумалейкум, қалайсыз, амансыз ба? Мен журналистіңізбін ғой. Сізбен сөйлессем деп едім, рұқсат па? Бірде микрофонмен келдім. Есіміңіз? Қайырбек, Қайырбек аға. Немен айналысасыз бұл жерде? осы мына шығып атқан техниканың түгелін тексерем. Бәрі чтоб істеп тұрсын, в исправном состоянии выход на линию. Мына Астана тазалықта 427 бірлік көлік бар дейді, арнайы техника. Бәрін білетін шығарсыз. Бәрін жатқа білемін. Қазір онда көрейікші, не көлік келе жатыр, сізден өтеді түсінгенше. Бірге өткізейік онда, Пожалуйста. Міне қолды көтерем, көрдің бе? Қазір аварийкасын жағады. Әне. Поворот аварийка істеп тұрмады. Екі саусағыңызды көтердіңіз ба, не істедіңіз? Қолды көтерем, былай маргайттап, Былай қарап өтесің, чтобы подтеков не было. Воздух стопты бас дегенім, мынаны басқан кезде пышылдаса воздух травить, шығарып атса, тормоз істемейді. Мен оны қайтарып жіберем сразу. Міне стоп, говорит, поворот істеп тұр. Ана аварийный маяк ходовой. Мына хобот жұмыс істегенде анау маргайттап тұрады. Болды ма? Әлде? Давай, бауырым, ақ жол. Жақсы, фамилия. Мейрамбек мырза, танысқаныма қуаныштымын. Неше жылдан бастап жұмыс істеп жатсыз? Мен 2013 жылдан бастап жұмыс істеймін, Астана тазалық. 12 жыл жұмыс өтіліңіз бар, Осы Есіл ауданынан бастағам, осы ауданда қалдым әлі. Осы ауданның бүкіл түкпір-түкпірін білетін шығарсыз? 2013-тен бастап Бәйтерек ауданы участка бастығына дейін көтерілдіңіз. Негізі мамандығыңыз қандай? Информатик қой негізі мамандығым. Информатиканы тастап осында келдіңіз бе сонда? Жоқ, оқу бітіргеннен кейін әскерге бардым, әскерден кейін осы саланы таңдадым. Не себепті? Қазір көбісі қайта компьютердің алдында отырған ұнатады? Бірінші жылы кірдім, сразу ұнады, содан кейін уже қалдым сонда. Несімен ұнады? Қызық қой, техниканың іші, техникамен жүресің, қалан тазалығын қарайсың ғой былай қарап тұрғанда. Жұмысыңызбен мақтанасыз ба? Әрине мақтанамын. Бір емес, 7 көлік көріп тұрмын, арнайы техника. Бір маршрутта 7 көлік жүре ме? Жүйесін түсіндіріп беріңізші? Бір маршрутта негізі 7-8 көлік жүреді. Қалан адамдары, қалай айтсам болады, ұнатпайды көбісі. Осы көліктердің артында кептеліске тұрып қалады. Сол себептен неге түнде тазаламайды дейді. Біздікі 24 сағат сыпырамыз. Мейрамбек мырза, сонымен бұл не? Бұл атвал. Бұл оңға қызметі қар итереді. Бұл сыпыртқы атвалмен қарды итеріп, артынан сыпырып отырады қалдығын. Пластмассада не бар? Бұл жолға себетін арнайы сұйықтық, ертінді бұл. Құйылады. Қар жауған кезде, мұз болған кезде тайып кетпес үшін, оны тездетіп ерту үшін, жүру ыңғайлы болу үшін. Қанша тонна сияды? 9 болады, 8 болады. 8-9 тоннаны қанша сағаттан немесе қанша күнде төгіп шығады бұны? 1 сағат, 2 сағат. Кеттік аға онда. Жолда жылынармыз. Қазір не істейміз қазір? Сыпырамыз, күрейміз. Так, не басып жатсыз? Щетканы түсіріп жатырмын, қосып жатырмын, атвалды түсіріп жатырмын. Алдымызда күреп жүреміз ғой қарды. Сосын жүреміз. Осы колонна деп айтып жатырмыз ғой, артыңызда 7 көлік келе жатыр. Сіз біріншісіз. Қалай жүресіздер? Жүру әдіс тәсілдерін айтып беріңізші қазір. Мынау сары линиямен осы осевойдан оңға қарай сыпыруымыз керек. Анау шеткі тех бордюрға қарай. Сосын сол жерден ары қарай ана нелер жинап алады. Арнайы техника жинап алады. Арнайы техника жинап алады. Артыңыздағыларда сәйкесінше рет-ретмен тұра қалады. Сіз жинағанда олар жинайды, олар жинаған тағы басқасы жинайды, солай біртіндеп тротуарға қарай итересіздер. Түсінікті. Сіздің жұмысыңыз қайта жылы жерде екен. Жаңа көшеде кісілермен сөйлесіп жатырмыз, олар енді күннің суығына қарамай қол күрегін алып алып, сыпырғышын алып алып, жолда жүреді екен. Жұмысыңыз ұнай ма? Ұнайды. Жай жүріп келе жатсыз ғой қазір? Сағатына 20
шақырым? Шақырым Жылдам жүріп отыру керек. жүресіз. 20 мен жүру керек екен. Иә. Бақытжан аға, күнде қанша шақырым жүріп өтесіздер? 100 шақырымда ең көп. Бір күнде 100 шақырым көшені тазалап Бір өтесіздер. сменада, иә. Сонымен құрметті көрермен, Бақытжан сияқты біздің тазалықшылар бар. Еңбектері өте орасан зор. Бағалауымыз, қадірлеуіміз керек. Астананың бүкіл аумағында қарекет қылып дәл осындай тазалық жұмыстарын атқарып жатқан адамдар көп. Сол бір топты көріп қалдық. Келіп сұхбат құрсақ дейміз. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Амансыздар ма? Сіздер де тоңып тұрған шығарсыздар. Мен сіздің қаруыңызды алайын. Мен қаруымды сіз алыңыз екен, тақып қояйын, танысайықшы бірінші, есіміңіз? Ырыс болады. Ырыс апай, мен есім Құдайберген. Қанша уақыт болды жұмыс істеп жүргеніңізге? 9 жылдай болып қалды. Не істеу керек? Жинау керек қой, маған тапсырма беріңізші. Жинайсыз. Аха. Мынау үйіп бір жерге жинап. Бір жерге жинап қою керек, Да. Болды. 9 жыл болды осылай, Қалай келдіңіз? Есіңізде ме? Ең бірінші күніңіз, жұмыс күніңіз? Ой, мен 2007-те августың 26-сында соны келгем. Мали Мирадан шығып, Кенесарының бойымен желтоқсанға қарай сыпырғышпен сыпырғанысы. Ең алғашқы жұмыс күніңіз әлі есімде дейсіз. Рускүл апай, жұмысыңыз нешеде басталады? Біз таңғы 6-тан Таңғы 6-та басталады. Нешеге дейін? 10-ға дейін, 10-нан 12-ге дейін обед, 12-ден 3-ге дейін жұмыс уақытымыз 7 сағат. Үйден 4-ке 10 минут қалғанда шығамыз. 4-ке 10 минут қалғанда алып кетеді сізді. Шығамыз, жолдың бойына шығамыз, трассаны. Содан Алып кетеді өзі. автобусқа мінеміз. Күнде 4-те тұрады. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. 4-ке 10 минут қалғанда алып кететін болса, нешеде тұрасыз ұйқыңыздан? 3:30-да солай тұрамын. 3:30-да тұрасыз. Қиын емес па жұмысыңыз? Таңғы сағат 3-те тұрасыз. Күнде 4-5 сағат ұйықтайсыз. Мына жерге келіп, -15, -20, Астана Сарышұнақ аязы бар, өзіңіз білесіз. Қиын емес па жұмыс? Қиын емес, үйреніп алған ғой. Ұнай ма сізге жұмысыңыз? Несіне ұнайды? Таза ауа, жақсы ғой, жүресіз. Ауырып көрдіңіз бе айтпақшы болса? Бір жылда бір ауырам енді. Мен ойымша өйстіп бір еңбек ететін, әрдайым қозғалыста жүрген адамдар ауырмайтын сияқты. Жақсы ауырмайды. Рыскүл апай, түскі ас нешеде дедіңіз? 10-нан 12-ге дейін. 10-нан 12-ге дейін. Жақындап қап. Апалар! Кеттік онда, астық шай ішіп алайық, рұқсат болса. Бір жылынып алайық та. Келіңіздер, көмектесейін, саған, сіздер жұмысқа беріліп кеттіңіздер отып. Ыстық шай ішейік, апай. Ана жақта жүріңіз, ана жаққа кеттік. Апа, сіздің есіміңіз кім? Жаңылған. Жаңылған апай. Менің есімім Құдайберген. Қанша уақыт болды жұмыс істеп жүргеніңізге? Мен 2006-та кіріп, 2011-де шығып кетіп, одан қайтадан 2019-да кіріп, 5 жыл болды істедім. 5 жыл болды жалпы есебінде. Тоңбайсыз ба апай? Жоқ, қазір үйреніп алдық, алғаш кірген кездерде тоңатымыз қазір енді. Қалың киініп шығарсыздар. Иә, онша қалың киінсек сұқтап келмейміз сосын. Қалың да киінбейміз осылай. Тұрақты енді қозғалыстасыздар, ол да көмектесетін шығар. Көмектеседі, жақсы. Өзіңіздің жұмысыңыздың мақсатын қалай деп білесіз, қалай деп түсінесіз өзіңіз? Астанамыздың таза болу үшін осылай жұмыс істеп жүрміз ғой. Бәрекелді. Қыстың суығында, жаздың ыстығында деген сияқты. Кеттік онда, шай ішіп алайық бірінші. Құлап кеттіңіздер. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Саламатсыздар ма? Рахмет шайыңызға. Өте қатты көмектеседі екен. Жиымдастырып тұрасыздар ма мұндай шараларды? Биылғы жылы бастадық. Негізі әр аптаның жұма сайын жалғастырып отыратын боламыз. Аязды күндері шығамыз. Аязды күндері, жұма күні тұрақты және қатты аяз болып жатса? Иә, сол. Сондықтан айтып қойсаңызшы. Қазір сіз таратып жатсыз, мына жерде енді үлкен кісілер ғой енді, біздің ата-анамыз бен жасты кісілер, солар тоңып тұрады, келеді сіздің алдыңызға, қызым шайыңды бере қойшы деп жылынады, сол кезде бір сезім күшті шығар, мына жерде бір көмек берді. Әр адамның несін, алғысын алып, рахметін алып, әрине. Бастысы сол сияқты, мен ойымша. Сізге де рахмет, енді біз қазір түскі астың уақыты болған сияқты. Гүлнар апай, кешіріңіз, бізді күтіп қалдыңыз ба? Түскі ас қайда? Міне соған апарып жатырмын. Соған барайық, сол ғой.
мәссаған жыл есімім кете қалды. Бұл негізі бар ғой, біздің өзіміздің отыратын жеріміз. Жұмысшылар осы жерге таңертең сағат 5-те келеді уже барлығы. Мына жұмыстың киімдерін киіп. Сосын таңертең тапсырмаларын алып бәрі көшеге кетеді. Сосын обедтің кезінде жаңа өздеріңіз көргендей осы жерге жиналады. Термоспен ыстық тамақ алып келеді бізге осы жерге, міне. Осындай термостан әкеледі. Біріншісі бар, екіншісі бар. Сосын салаттары бар, нан, қант, барлығын әкеліп береді осы жерге. Лапша екен бүгінге. Бүгін лапша, первыйға рисовый суп бүгін ақа. Сосын міне адамдар осы жерден жылыны тамақтарын ішеді. Ас болсын. Иә, осы жерден тамақтарын ішеді. Қазір әрқайсысы өздері орындары бар. Біреулер мысалы ана жерде төсек салып қойған, біреу сол жерге жатады, біреулер шүйіркелесіп әңгімелесіп отырады өздері. Сосын 11:30-12-ге 20 қалған кезде тапсырма алып қайтадан жұмысқа кетеміз. Сонымен сағат 3-ке дейін жұмыс істейді. 3-те біздің жұмысымыз бітеді, смена. Қанша адам жұмыс істейді сіздің? Так, менде бүгінгі негізі 27 адам бар осында. Гүлнар ханым, мен де киіп алдым енді. Сіздердің киімдеріңізді, сырт киім. Үлкен бір жауапкершілік бар сияқты бұл киімде. Бұл киімді киген адам былай мақтанып жүру керек, басын көтеріп. Бұл әрбір адам кие бермейді бұл күнде бұндай киімді. Астана тазалықты істегеніме мақтанам. Қаланың тазалығы біздің қолымызда деп соған мақтанамыз. Бүкіл былай қарасаңыз қаланың тазалығы біздің қолымызда тұр ғой. Онда рұқсат болса, енді өте дәмді иіс шығып жатыр. Ал істеңіздер, ас болсын. Шай ішесіздер ма? Бір чайды. Көшек. Чай бар, қант бар. Қанша жыл болды жұмыс істеп жүргеніңізге? Маған 10 жыл болды. 10 жыл болды ма? Мәссаған. Сіз сияқты кісілер, менің ойымша, үйде отырмайтын сияқты бәрібір. Іс-әрекетке, қозғалысқа үйреніп қалғансыз ғой, үйге барып жатпайтын сияқтысыз. Зейнетке шыққаннан кейін жұмыс істейсіз ба, әлде? Солай деген идеям, ойым бар еді. Ой бар? Ой. 63 жыл зейнетке шығып жатсыз. Өміріңіз қалай өтті? Болады енді өмір болғаннан кейін бәрі болады. Кейде қуаныш, кейде жұбаныш. Қуанатын сәттеріңіз көп болды ма? Болды. Қандай сәт болды қуанатын? Енді қуанатын кез. Қазір қандай бір сәт есіңізге түсті? Алғаш балалы болдық, адам алдық. Бәрі қуаныш қой. Қыз ұзаттық, келін алдық. Ұлды ұяға қызды қияға? Немере болды. Өкінетін дүние бар ма? Өкінетін жоқ деп айту да қиын. Мысалы? Енді кейбірісі қатестік қоясың. Кейбір жерді артынан ойланып қаласың. Сол жер ғой. Енді бұл адал еңбек қой біздің. Адал еңбектің наны тәтті дейді. Наны тәтті болады. Расымен тәтті? Расымен. Оны қалай сезесіз? Оны сезіп ештемеден алаңдамайсың. Сен адал істеп жатырсың. Бірден ұрлаған жоқсың. Біреуді тонаған жоқсың. Ата, ертең зейнетке шығасыз ғой. Одан келіп тұрасыз ғой, сияқты әріптестеріңізге. Келіп тұрамыз. Кетпейді, мен путевкаға қол қоймаймын. Біз енді денсаулық болып жатса, арман қарай жалғастырып істейміз деп жатырмын ғой мен өзімде. Дұрыс, дұрыс. Аумин, рахмет, өте. Ал рахмет, ал енді жолдарың болсын, рахмет. Арман мырза, енді сұхбат сізбен жалғастырайық. Сіз де түскі ас ішіп алдыңыз ғой? Иә. Бір әлденіп ауқаттанып, түскі астан кейін бір жұмыс жақсы жүретін шығар, иә? Жақсы жүреді. Сіз де демалып алдыңыз ба? Демалып алдық. Тазалықта қолмен жинау жөніндегі шебермін. Осы көше, экспода барлық көше, қандай көшелер бар, бәрін қадағалаймын. Неше жыл болды осылай жұмыс істеп жүргеніңізге? 10 жыл болды. 10 жыл болды ма? Мәссаған. Не үшін бұл саланы таңдадыңыз? Қалаға келген қонақтар, қала тұрғындары таза жермен жүрген ұнайды. Жұмыстың жаманы жоқ қой. Тазалық жинаған жерде емес, шашпаған жерде тазалық болады ғой. Дұрыс айтасыз. Сосын шашпайық, өз қаламызды, өз сүйікті көшелерімізді тазалықтайық әрқашанда. Болды. Тұраққа қайта келдік. Кешкі тұрым мұнда жұмыс қайта қызады. Себебі неке дәл осылай техника жүргізушілері арнайы техниканы тапсырады, өздері демалысқа кетеді. Ал неке дәл осындай көліктер бірер сағат аялдап алғаннан кейін кешкі ауысым жүргізушілері қайта мінеді. Дәл осылай 24-те 7 жұмыс жалғасады. Қазір енді біз
Екінші ауысым қызметкерлерімен бірге түнгі қаланың тазалығын тексерейік, аралайық, көрейік, қалай болады екен өзі. Жұмысыңыз нешеде басталады? Сағат 7-ден. Бүгін күн бізде түнгі смена. Сағат 7-ден басталады. Қазір барып путевка алып, медиктен өтеміз, одан механиктен өтіп, пойызға шығамыз. 7-ден нешеге дейін жұмыс істейсіз? 7-ден таңғы сағат 7-ге дейін, 11 сағат. Ұйқы қалай өзі? Ұйқы түнде ұйықтау керек дейді ғой адамдар. Енді не ғой? Екі сменде бір күні күндізгі смена, бір келесі апта уже түнгі смена болады. Реттеп аламыз дейсіз ғой. Енді сіздің жұмыс тәртібіңізді біз түсініп қалдық, алдымен дәрігерге кіресіз, Ақжол бірінші путевканы аламыз. Ығы-жығы халық мына жақта. Болдық па? Негізі әрдайым осындай күніге көп па? Күніге осындай. Құрметті көрермен, Астана тазалықта жалпы есебінде негізі 2000-ға жуық адам жұмыс істейді екен. Жақсы, Ерназар, кеттік онда. Сіз барасыз ба? Мен барам сізбен. 11 сағат сонымен осы көлікте отырасыз ғой? 11 сағат осы көліктеміз. Қазір сағат 7-ден шығамыз пойызға, 7-ге дейін, қазір түнгі 12-ден 1-ге дейін обед бізде. Таңсық құлаққа, бірақ дегенмен бастайық сонымен. Кеттік, жүріңіз. Рұқсат болса бізде отырсақ, Жақсы, Ерназар, негізі осындай бір жұмысшы мамандықтарына замандастар, жастар келген кезде қуанам. Өзің бір құлшынысымен келдің бе, әлде? Бұл жерде менің 2 ағам істейді, 15 жылдан асып кетті. Осы тазалықта істеп жатқанымда. Одан кейін мен кірдім, қазір істеп жатқаныма уже 4-ші жыл. Тазалықта көрдіңіз бір стабильный жұмыс уақыты режим өзі неңді білесің, жаңа режим 8-ден ба, 8-ден. Жаңа айлығы тұрақты уақытылар. Айлығыңыз қанша? Айлық енді ақылат 300 мың, үстінде тағы да сағатымыз бар, дополнительный. Өткен айда қанша алдыңыз? Өткен айда 680 мың алдым. Қолға? Қолға алғам. Жұмыс бар ма? Қызық кетті қой бізде. Дұрыс қой, қол еңбегі бағалану керек. Және дәл осындай жоғары деңгейде бағалану керек, мен ойымша. Қуанарлық жай. Қысқы уақытта бізде тамақ тегін. Тренажер, бассейн, волейбол, футбол. Барып тұрасыз ба? Мен тренажермен бассейнге барып тұрам. Бір айға 8 рет. Тегін? Тегін. Ол да жақсы ғой, профсоюздің атынан. Бір сәт тоқтай тұрыңызшы, сіздің телефоныңыз ба? Рұқсат болса. Өз жұмысының, өз қызметінің патриоты. Сіздің көлігіңіз ба? Өзіңіз түсірдіңіз ба? Өзім. Әдемі. Қалайсыз, амансыз, Құдайберген, есіміңіз? Ақжан мырза, келіңіз, бір сұхбат құрайық сізбен енді. Сіздің жұмысыңызбен танысайық. Дала суық әрине, түсінем, бірақ екеуміз сыймайтын сияқтымыз. Қай жақтан сіз өзіңіз? Өзім Жетісайдамын. Неше жыл болды келгеніңізге? 3 жыл болды. Үйрендіңіз ба Астананың қысына? Үйрендік, ақырындап. Лафой деген техника бар, Амкадор, сода болдым. Кейін маған мына техника келді, осыған ауыстық. Ұнайды өзіме, жұмысым өзіме ұнайды. Біз жаңа үлкен техникаларда жол тазалайтын КамАЗ дейді ғой, арнайы техникалар жүрдік. Соған ауысуға құлшыныс жоқ па? Жоқ, пока осы болады. Не себепті? Білмеймін, осы техника ұнайды. Анау үлкен сияқты болып көрінеді бізге. Неге ұнайды бұл? Бұл техника өзіме ұнайды, кішігірім. Өзіне жараса жұмысы бар. Қыста осы жол қардан тазалайсыздар, тротуарды, жазда ше? Жазда пылесос ілет дейді, сондай. Шаң сорғыш? Шаң сорғыш ілет дейді. Астынан? Астынан. Қайтадан тротуар? Қайтадан тротуар. Сіз жүрген жермен одан кейін ақ шұлықпен жүре беруге бола ма жазда? Құдай қаласа болатын. Ақжан мырза, сізге ақ жол, бізге бағдарламаны қорытындылайтын уақытта келді. Сізге де әрі қарай жүру керек шығар, мына бәрін тазалау керек. Ақ жол. Рахмет. Түнгі сағат 12, сынап бағанасы -30-ды көрсетіп тұр. Бұл кісілер жұмысын жалғастырады таңға дейін, ал біз үйге асығып бара жатырмыз. Құрметті көрермен, бұл киімді киіп жүру абырой әрине, бірақ дегенмен де жауапкершілік жүктейді. Астана сияқты алып қаланың тазалығына жауап беру екінің бірінің қолынан келе бермейтініс. Бүгін өздеріңізде куә болған шығарсыздар. Маңдай терін салып жұмыс істеген әрбір адам қадірлі. Келесі аптада жолыққанша.